Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Сіздерге осындай қып-қызыл қылып балық қууруды көрсетемін және тұздаудың жолдарын көрсететін боламын. Міне мен базардан балық сатып алдым. Біреуі судак, біреуі сазан. Жақсылап ішін тазалатып алдым. Үйге келіп тек жақсылап жуып жіберсеңіздер болғаны. Осылай бөліктерге бөлеміз. Сосын балықтың бетін іші таза пісу үшін осылай кеселесеңіздер болады. Егер сіздердің қуыратын тапаларыңыз үлкендеу болса, үлкендеу қылып осылай кеселесеңіздер де болады. Мен сковородкам кішкентай болғаннан кейін осындай майда бөліктерге бөлемін. Негізі сазан балықтың дәмі өте күшті болады. Шардараның балығы десе енді барлығы жақсы көретін шығар. Судак балығының ең жақсы жері оның майда қылтандары көп болмайды. Балдарға осы балықты аламыз біздер. Балықты осындай бөліктерге бөліп болғаннан кейін жақсылап салқын суға жуып алатын боламыз. Және балықты сіздерге ерекше тұздау әдісін көрсететін боламын. Енді балығымызды салқын суға саламыз. Балығымыз сәл батып тұратындай су болу керек және оған тұзды ашылау қылып тұзды суға салып қоясыздар 15-20 минуттай. Сол кезде тұз балыққа әдемі сіңеді және тұзын суға бір жуып алып қуыра бересіздер. Тұзы өте сіңімді әрі күшті болып шығады. Міне балығымызды басқа суға жумаймыз, сол суға балығымызды аунатып алып, сосын ұнға аунатып алатын боламыз. Міне тура видеодағыдай істесеңіздер. Балығыңыз қытырлап, тұзы да арасында ерімей қалмаған емес, еріп, әдемі болып, балықтың ортасына дейін тұзы сіңіп, әдемі болып піседі. Және балығымызды ұнға аунатып болғаннан кейін қатты қызып тұрған майға қуыратын боламыз. Ол кезде ұнын сілкіп-сілкіп түсіріп тастаймыз ұнын. Міне енді балығымызды қуыруға кірісеміз. Қатты қызып тұрған майға балығымызды осылай сілкіп-сілкіп алып, қатты ұн болып кетпеу керекті. Осылай қатты қызып тұрған майға қуырып аламыз. Екі бетін кезек-кезек. Және бір ескертетін жайт, балықты қуырып атқан кезде арасы пісті ма, піспеді ма деп уайымдамау үшін, балық осылай қуырылып атқан кезде шанышқының көмегімен балықтарды осылай тесіп-тесіп шығатын боламыз. Міне осылай балықты 2-3 жерден тесіп шықсаңыздар, екі бетін аударған кезде балығыңыздың арасы таза болып піседі. Балықты осылай қуырылып атқан дауысын айтсаңызшы, қандай керемет, е? Екі бетін осылай кезектесіп аударып, балығымыз қып-қызыл болғанша асықпай пісіретін боламыз. Және достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздерге өтініш, қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қоссаңыз екен деймін. Алдын ала рахмет. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашан тыныштық болсын елімізде. Енді сазан балығын қуыруға дайындаймыз. Сазан балығымызды да тура солай суға жуып аламыз, өзінің тұзды суына. Осылай ұнды себелейміз, жетпеген жерінің барлығына ұнды толықтай жеткізетін боламыз. Және майға салатын кезде балығымызды сілкіп, ұнын сәл түсіреміз. Ұны көп болып кетпеу керек. Міне біздің судагымыз пісті. Достар, тағы да ескертетін жайт, балықты осылай қуырып алған кезде қағазға немесе салфеткаға алсаңыздар, балықтарыңыз майлы болып жүрекке тимейді. Құрғақ болып, әдемі болып тұрады.
Міне сіздерге судактың қалай піскенін көрсетейін. Міне арасы толықтай піскен. Міне қарасаңыздар, анық көрініп тұр видеода. Тағы біреуін бөліп көрсетейін. Міне ортасы аппақ болып толықтай піскен. Міндетті түрде тура осылай қуырсаңыздар, балықтарыңыз қып-қызыл, тұзы сіңген, әрі майлы емес құрғақ болып піседі. Барлығы сүйсіне жейтін болады. Тура осы рецептпен қуырып көрулеріңізге кеңес беремін. Және де балықты жейтін кезде 6 сағат бұрын айран, сүт ішпеу керек негізінде. 6 сағаттан кейін де ішпеу керек. Балықпен бірге ешқашан айран мен сүтті қосып ішуге болмайды. Және де балықты кейбіреулер сүтке жұмыртқа салып, былғап қуырып жатады. Ол мүлдем дұрыс емес. Балықпен ақты, яғни айран мен сүтті араластыруға болмайды. Тек осы рецептпен ғана қуырсаңыздар, балықтарыңыз мінсіз болады. Және денсаулықтарыңызға кері әсері де жоқ. Өтініш, менің каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз.